Ислам дінінің өзінің негіздеріне оралатын болсақ, діннің жартысын бізге жеткізіп тұрған әйел кісі. Ол әйел кісінің аты Айша, момындардың анасы. Ол кісінің исламдағы білімі сондай терең еді, тіпті кейбір ер адамдар да ол кісінен мәселе сұрап, өздерінің сұрақтарына тұжырымды жауаптарын алады. Дәл солай, қазіргі уақытта 21 ғасырда әйел адамның білімі өте жоғары, сапалы болуы керек. Неге? Себебі әйел адам көп жағдайда бала тәрбиесінде, баланың өсуі, жетілуі, баланың білімді болып өсуіне көп әсерін тигізе алады. Егер де әйел адам білімді болатын болса, сөзсіз, бұл білімнің әсері оның баласының бойынан да көрінетін болады. Ал ер адамдар көп жағдайда сыртта, жұмыста, қазақта жақсы мынандай бір сөз бар. Алла ер адамға несібесін шашып берген, әйел адамға бір жерге үйіп берген дейді. Ер адам сол несібесін жинаумен, соны алып келіп үйге жұмсаумен, әйеліне, бала шағасына жұмсаумен болады. Біздің тарихымызға үңіліп қарасақ та, дәл осылай біздің қазақты рухани болмысымен, руханиятқа тәрбиелеген аналарымыз бар. Ол Зере анамыз, Домалақ ана. Одан кейін қазақтың тарихында үлкен батырлықтың белгісі бола білген, үлгісін көрсете алған бізде Әлия Мәншүк сияқты батыр кісілерде баршылық. Әйел кісі, егер де ол қыз болса, ол өзінің әкесіне жұмақтың есігін ашады. Егер ол жұбай болса, ол өзінің күйеуінің иманын толықтырып кәміл етеді. Ал егер де ол ана болса, оның аяғының астында жұмақ бар болған болып есептеледі.